Саламатсыздар жігіттер, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тақырып NL компаниясының Defender формуласы болады. Қай кезде қолданамыз, оның құрамын айтамыз және қандай қарсы көрсеткіштер бар. Бүгінгі біздің тақырып осы. Defender формула бұл NL компаниясының өнімі болып табылады. Өндірушілердің айтуы бойынша бұл препараттың құрамында адамның денесіндегі микробтардың өсуіне кедергі жасайтын және жалпы адамның иммунитетін көтеруге мүмкіндік беретін шөпті сығындылардан жасалған бір табиғи өнім болып табылады. Бір капсуладан күніне 2 рет қолданылады, ішінде 60 таблетка бар. Қай кезде қолданамыз? Бұл маусымдық тұмау кезінде адам антибиотиктен кейін бір аурудан кейін қатты әлсіреп қалған кезде сол жаңағы иммунитетті тез қалпына келтіру үшін және жалпы иммунитетті бір қалыпта ұстап тұру үшін профилактика ретінде осы өнімді қабылдауға болады деп есептейді. Енді құрамына келейік, неге бұл өнімді біз қолдануымыз керек? Құрамында бірінші экстракт шырғанақ сығындысы бар. Шырғанақ сығындысы дегеніміз экстракт облепихи орысшасы. Шырғанақ сығындысының құрамында өте көп минералды заттар бар, витаминдер бар, биологиялық активті заттар бар. Барлығын айтпаймыз, тек қана негізгілеріне тоқтайық. Бұның құрамында бірінші витамин С бар. Витамин С білесіздер, бұл иммунитетті жақсартады, коллагеннің синтезіне қатысады, жалпы зат алмасу процесін организмде күшейтеді. Бірақ бұл жердегі витамин С-ның басқа нелерге, жемістерге қарағанда ерекшелігі бұл жоғарғы және төменгі температурада өзінің қасиетін жоғалтпайды. Былайша айтқанда біз оны қайнатамыз немесе морозильникке салып қатырып қоятын болсақ та витамин С өзінің қасиетін жоғалтпайды. Сондықтан бұл өнімнің бір ерекшелігі. Сонымен қатар фитоантоцит бар. Фитоантоцит дегеніміз не? Фитоантоцит дегеніміз бұл табиғи антибиотик. Қарапайым тілмен айтқан кезде бұл өсімдіктерде, жемістерде болатын сондай бір заттар. Ол білесіздер, өсімдіктер, жемістер ауырып қалады. Неше түрлі грибокты, саңырауқұлақ болмаса бактериялар оларды зақымдауы мүмкін. Фитоантоцит солармен күреседі. Сондықтан халық медицинасында осы фитоантоциттер адам денесіне антибиотик, табиғи антибиотик ретінде қолданады. Бұл кәдімгі біздің синтетикалық антибиотиктерге қарағандағы ерекшелігі, бұның несі зиянды әсері кішкене азырақ. Кейбір жағдайда синтетикалық антибиотиктерге қарағанда әсері мықтырақ болып жатады. Сондықтан тағы құрамында не бар? Құрамында бізде серотонин бар. Серотонин білесіздер, бұл орталық жүйке жүйесіне жақсы әсер етеді. Бұл гормон счастья болып есептелінеді. Адамның көңіл күйін жақсартуға, депрессия кезінде, стресс кезінде осы серотонинді қолдануға болады. Адамның көңіл күйін жақсартады, жүйке жүйесін тыныштандырып, адамның ұйқысын жақсартады. Негізі бұл шоколадта өте көп болады, серотонин, одан кейін бананда көп деп есептелінеді, но бірақ шырғанақ сығындысында бұның несі серотонин құрамы 2-3 есеге көп. Зерттеулер бойынша осындай нелер бар, қорытындылар бар. Сонымен осындай өнім. Тағы біздің құрамында не бар? Құрамында ацерола бар. Ацерола бұл витамин С. Білесіздер, витамин С жаңа айтылған. Бұл жемісте ацеролада ең көп витамин С-ның табиғи көзі болып табылады. Сондықтан бұл өнімді осы өнімге қосқан. Сонымен бірге әулие ағашы, болмаса келіншек талдың тамырының сығындысы деп атайды. Бұл тамырдың құрамында не бар? Бұл салицин бар. Салицин дегеніміз адам организміне түскен кезде салицил қышқылына айланады. Бұл кәдімгі аспирин. Былайша айтқанда бұның құрамында табиғи аспирин бар. Аспириннің қандай қасиеті бар? Бұл нестероидный противовоспалительный препаратқа жатады, НПВС деп атайды. Бұл жаңа температураны түсіреді, қабыну процесін басады, одан кейін ауырсыну сезімін басады. Сонымен қатар төртінші қасиеті бұл қанды сұйылтады. Сондықтан как жаропонижающий противовоспалительный обезболивающий препарат ретінде қолданады, ошалап айтқан кезде, и одан кейін қанды сұйылтады. Бұл қан сұйық болған кезде, білесіздер, қай кезде болу керек? Бұл көбінесе қай кезде кім қолданады аспиринді? Бұл жатар орынға 4/1 бөлігін кәдімгі аспиринді ішіп жатады адамдар, қан қысымы жоғары кезде. Бұл организмде тромбтардың пайда болуына кедергі жасайды. Сондықтан бұл өнімді қан қысымы жоғары адамдарда қолданады. Сонымен қатар Defender формуланың құрамында бұл имбир тамырының сығындысы бар. Оның құрамында, білесіздер, имбирдің құрамында жалпы 400-ге жуық пайдалы заттар бар. Соның бірі гингерола деген зат, бұл фитоантибиотик болып табылады. Бұл адамның денесіндегі микробтардың өсуіне кедергі жасайды және оларды жоюға көмектеседі. Жалпы иммунитетті жақсы көтереді деп есептейді имбир.
Сонымен қатар тұмау ауратқан кезде халық медицинасында адамды терлету үшін қолданады. Сонымен бірге бұл қабынуға қарсы бір қасиеті бар, бұл буын ауруларында қолданады. Сол үшін буын ауырған кезде, буын қақсаған кезде және буын ісініп кеткен кезде сол ісікті қайтару үшін, ауырсыну сезімін басу үшін. Қан диабетінде қолданады, қанттың құрамын азайтады, қандағы, сонымен қатар давлениені түсіреді, қанды сұйылтады. Сонымен бірге мына асқазан ішек жол ауруларында қолданады. Көбінесе бұл панкреатит кезінде ұйқы безінің ферменттерінің бөлінуін қадағалайды. Осы сияқты өте көп жақсы қасиеттері бар. Имбир тамырының көпшіліктеріңіз естіген шығарсыздар. 2020 жылы имбирдің бағасы өте қымбат болып кетті. Өйткені сондай бір сөз пайда болды. Коронавирусқа бұл имбир көмектеседі деген. Оның барлықтарыңыз естеріңізде шығар. Сондықтан имбир деген соншалықты қасиеті бар жоқ екенін білмеймін, но бірақ осындай имбирді халық медицинасында, әсіресе Қытай медицинасында өте көп қолданады. Бұл әйел денсаулығына және ер адамның жаңа потенциясын көтеруге, әйелдерде менструацияның циклы бұзылған кезде. Сонымен бірге таңқурай, малина, одан кейін липа бар. Бұл жөнке ағашы, бұл екеуінің бірге қолданады. Бұл как противовоспалительный, қабынуға қарсы ісікті қайтарады. Сонымен бірге ауырсыну сезімін басады. Сонымен бірге липаның өзі ер адамдарда простатит емдеу үшін қолданады. Сонымен қатар әйел адамдарда при нарушении тоже менструальный циклдың бұзылған кезінде, климакс кезінде приливтерді азайтып, адамның жүйесін тыныштандырады. Осындай қасиеті бар. Барлық құрамындағы барлық заттардың айтудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Тек қана осы негізгілері. Егер де үлкен топқа бөлетін болсақ, бұл біріншіден фитоантибиотик, микробтардың жояды, екіншіден бұл иммунитетті көтереді. Жалпы адамның организмін тыныштандырып, адамды ұйқысын жақсартады. Осындай шөптерден және өсімдік жемістерден құралған осындай бір жақсы өнім деп ойлаймын. Қай кезде біз оны қолданамыз, қайталап өтейік. Бұл біріншіден тұмау ауратқан кезде, бұл сезонный болуы мүмкін, болмаса адам гриппен ауырған кезде. Одан кейін көп антибиотик қабылдағаннан кейін адам әлсіреп қалады. Білесіздер, антибиотик бұл таяқтың екі ұшы, ол вирусқа әсер етпейді. Сондықтан алғашқы тұмаумен ауырған кезде адамдар бұл бірінші кезде вирустық инфекция жүреді. Бұл кезде біз антибиотик негіз қабылдамау керек. Бұл жерде тек қана иммунитетті жақсартуға, нығайтуға, одан кейін жалпы вирусқа қарсы препараттар қолдануға керек деп есептелінеді. Антибиотик бұл кейінгі 3-4 күннен кейін бұны вторичный инфекция дейді. Бұл бактериялар қосылған кезде сол кезде ғана қолдануға болады. Өйткені вирус бұл жалпы бұл паразит, ол бактериямен айырмашылығы, ол ешқандай клеткадан тұрмайды. Бұл тек қана ДНК немесе РНК деген бір заттар бар, содан тұрады. Және ол сыртында оны қоршап тұратын тек қана белоктан тұратын, ақуыздан тұратын бір қабығы болады. Бактерия ондай емес, ол бактерия кәдімгі бір клеткалы тірі жәндік десе де болады. Ол сондай клетка, ол көбейеді, оны өлтіруге болады. Ол көбейетін болғандықтан, ол тірі жәндік болғаннан кейін оның қабығын бұзу арқылы немесе метаболизмін бұзып, оны өсірмеге, оны жойып жіберуге болады антибиотик арқылы. Бірақ вирусты біз өйтіп өлтіре алмаймыз. Өкінішке орай, тек қана вирусты өлтіретін жағдай бұл адамның иммунитеті жақсы болу керек. Өйткені байқасаңыздар, бір адамдар қатты ауырады, екінші адамдар соншалықты қатты ауырмайды. Неге? Ол иммунитетке байланысты. Негізгі себеп ол иммунитетке байланысты деп есептеуге болады. Өйткені адамның неғұрлым иммунитеті жақсы болатын болса, оған ешқандай вирустарда, ешқандай да бактерияларда негізі әсер ете алмайды. Адам неге жаураған кезде, неге мұздай суға түсіп кеткен кезде, неге стресстен кейін, мысалда бір қатты стресстен кейін адам ауырып қалады, неге оған ұшық шығады? Өйткені ол жағдайларда стрессовый жағдайлар адамның иммунитетін төмендеуге алып келеді. Сол кезде жаңағы вирустар және инфекциялар, микробтар айналадағы адамның өзіндегі олар бірден бас көтереді, адам ауырып қалады. Сондықтан антибиотикті қабылдамас бұрын бірінші бұл кезде вирус басталған кезде мүмкіндігінше иммунитетті нығайтатын жаңа витаминдер бар, вирусқа қарсы сондай сөйтіп аталатын жаңа препараттар бар. Соларды қабылдау керек. Хотя вирусқа ешқандай не әсер етпейді деп есептейді кейбір адамдар. Бір ауыз сөз айтқанда бұл витамин С және жалпы иммунитетті көтеретін мүмкіндік, сондай организмге сол иммунитетті нығайтатын препараттармен көмектесу керек. Содан кейін барып, егер де сізге жаңа вторичный инфекция бактериялар қосылған кезде ғана барып біз антибиотик қабылдасақ дұрыс болады деп ойлаймын.
осындай қандай препарат Defender формуласы қолданыңыздар ма, практикаларыңызда болдыңыздар ма, сіздер оны жазыңыздар. Сұрақтарыңыз болса сұраңыздар, лайк басыңыздар, подписка жасаңыздар, және осы информацияны WhatsApp арқылы или басқа арқылы сіздер таратыңыздар, статусыларыңыз қойып қойсаңыздар болады. Бұл информация біреуге болмаса біреуге пайдалы болады деп мен ойлаймын, соған үміттенемін. Тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Қош сау болыңыздар.